Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын және жасалу жолы өте оңай қиярдан икра дайындайтын боламыз. Видеоның маңызды жерлерін жіберіп алмау үшін соңына дейін қараңыздар. Алдымен көкөністерімізді жуып дайындап аламыз. Егерде қиярларыңыз осылай өсіп кеткен жағдайда банкаға жабуға, тұздауға келмей жатса, міндетті түрде осы салатты жасай қоюыңызға болады. Себебі бұл салатқа осындай үлкен қиярларымыз жарай береді. Алдымен сыртын ашып тазартып аламыз. Егерде дәндері үлкейіп кетсе, дәндерін алып тастаңыздар. Және де ұсақтап осылай кубиктап турауға болады қиярды, немесе теркадан өткізсеңіздер де болады. Мен осылай ұсақтап турағанды жөн көрдім. Және де үстіне 1 столовый ложка тұзымызды салып, араластырып, суы бөлінгенін күтіп, шамалы уақытқа алып қоямыз. Суын сорғытып, бөлек ыдысқа құйып дайындап аламыз. Одан кейін сәбізімізді, бұрыштарымызды мен блендердан өткіздім, уақытты көп алмау үшін, немесе сәбізді теркіден өткізіп, бұрышты ұсақтап кубиктап турасаңыздар да болады, немесе ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады. Ол жағы өзіңіздің қалауыңызша жасасаңыздар болады. Мен барлығын блендердан өткізіп дайындап алдым. Одан кейін помидор мен чесногымды да осы блендердан өткізіп дайындап алдым. Чеснокты татымына қарай салыңыздар. Және де достар, менің каналымда бұдан да басқа осындай өте дәмді, оңай шығатын, жыл сайын жасайтын тексерілген салаттардың да түрлері бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Ал жуаларымызды да осылай ұсақтап турап дайындап аламыз. Оттың астын қыздырып, сұйық майымызды құйып, енді барлығын пісіретін боламыз. Жуамыз бен морковімізді, перецімізді барлығын бірден салып жібереміз. Жақсылап араластырып, қуырып дайындап аламыз. Ал достар, сіздерде қандай қыстық салаттар жасап жатқандарыңызды комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Сіздердің рецептеріңізбен де жасап көргім келеді. Помидорларымыздың үстіне тартылған помидорға осылай томат пастасын қосып араластырып қоямыз. Одан кейін қиярымызды саламыз. Морковь жуаларымыз піскеннен кейін қиярларымызды салып араластырып, 1-20 минуттай пісіретін боламыз. Орташа отта 20 минуттай пісіріп алғаннан кейін, кішкене осылай суы тартылғаннан кейін, үстіне жаңағы дайындаған помидордың массасын құятын боламыз. Оны да қосып, жақсылап барлығын араластырып, тағы да орташа отта 10 минуттай пісіретін боламыз. Сол кезде суы кішкене тартылып бастайды. Ол кезде татымына қарай тұзын салып, және де қантын салып, жақсылап араластырып, тағы да кішкене суы тартылғанша дейін араластырып отырып, қарап пісіріп алатын боламыз. Егерде қиярыңызды тураған кезде суы бөлінеді ғой, сол суды дұрыстап сүзбесеңіздер, осы салатты пісіріп жатқан кезде суының тартылуы ұзақ уақытты алып кетеді. Сол үшін дұрыстап сүзу қажет. Үстіне қара бұрышымызды және де столовый ложка уксусымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып, 5 минуттай алып қоятын боламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Осымен өте дәмді біздің оңай салатымыз дайын болды. Қарапайым заттармен, үйдегі бар заттармен жасалады. Міндетті түрде стерилизовать етілген банкіге салып, жақсылап жауып қойыңыздар. Үстінен қалың заттармен жауып, 1 күнге алып қоятын боламыз. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Барлығына ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, ас болсын. Келесі рецептерде кездескенше.